Тікелей эфирде камераға түсіп қалған аруақ елестер. Солтүстік Америкада бір әйел телевизорға тікелей эфирде сұхбат беріп тұрған сәтте артқы көріністе мүлдем түсініксіз жан өтіп кетті. Ол жоқ жерден пайда болды да аяқ астынан жоғалып кетті. Жапонияда жер сілкіну мен цунами үнемі болып тұрады. Осындай кезекті цунами 2014 жылдың көктемінде болған. Сол цунами тікелей эфирде барлық хабар арналарында баяндалды. Жай ғана кезекті цунами әрдайым болып тұрады. Алайда елесті тек қана зейінді адамдар көреді. Осы видеоны Жапонияда көп талқылаған. Көбі оны негізінде де шайтан, елес, аруақ дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Келесі видео. Осы оқиға Албаниядағы радио эфирде орын алған. Жүргізуші мен студияға келген қонақ радиоға шығып әңгімелесіп отырған еді. Бір уақытта үстелдің үстінде жатқан газет кенеттен ұшып кеткен. Жүргізуші мен студияға келген қонақ шошып кеткен. 2016 жылы биатлон эстафетасында камера қара дақты түсіріп алған. Бұл қара дақты елес асығып жолды кесіп өткен. Елес адамға ұқсайды, тіпті қолдары мен аяқтарын байқауға болады. Қырық 7 жастағы әйел өз құрбысымен скайп арқылы тікелей эфирде сөйлесіп жүреді. Әңгіме барысында оның артында жұмбаққа толы белгісіз жан бірсе пайда болып, бірсе жоғалып тұрды. Әйел артындағы үлкен басты қара жанға еш мән бермей жүрді. Алайда арттағы бейтаныс жанмен оның құрбысы қызығып, сенің артыңда кім анау деп сұраған. Әйел таңғалып, мен үйде жалғызбын, артта ешкім жоқ деген. Содан соң артына қараса да ешкім болған жоқ. Алайда жазылып қалған видео әңгімені қайтадан қарағанда ол шын мәнінде де бір бейтаныс қара жанды көрген. Оның айтуы бойынша видеоны көргеннен кейін оның жаны шығып кете жаздады. Ол шошынып кетіп үйден қашып кеткен еді. Алайда біраз уақыттан кейін олай болса мейлі деп сол үйден ешқайда кетпеймін деп тұра берді. Әзірге осы. Ана сенің артыңда біреу тұрған сияқты ғой. Қош бол.